Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай ерекше дәмді, барлығына ұнайтын молочная девочка тортын дайындаймыз. Молочная девочка тортына қажетті заттар, яғни қамырына қажетті заттар: 380 грамм сгущенка, 2 жұмыртқа, 160 грамм ұн және 10 грамм разрыхлитель. Ыдыс алып, жұмыртқа мен сгущенканы қосып араластырамыз. Енді разрыхлитель мен ұнды бір-біріне қосып, жақсылап араластырып, салып араластырамыз. Бір келкі тесто шығарамыз. Шетін жинап, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді формаға келтіріп саламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді пергамент бумағасын кесіп, қарындашпен қаламсаппен сызып алдық формасын 24 см және майлап алдық жабыспас үшін. Енді қамырымызды саламыз. Қамырымызды 4 қасықтан бөліп салдық. Бізде 4 қоржық шығатын болды. Енді 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз.
Корждарымыз пісіп дайын болды. Енді кремін жасаймыз. 33% сливки, 300 грамм және 50 грамм қант ұнтағы. Алдымен сливкемізді дайындаймыз. Формасын ұстап тұр, дайын болды деген сөз. Сливкеміз. Кондитер мешочкқа салып алдық. Кремімізді, енді тортымызды жинап шығамыз. Ең астысын алып. Дайын болды тортымыз. Енді қаламызша әсемдейміз. Мен шоколадты ерітіп алып, осылай әсемдеп жатырмын шетін. Молочная девочка тортымыз дайын болды. Тортымыз ерекше әдемі, дәмді болып шықты. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Отбасыларыңызға жасап, міндетті түрде көріңіздер. Сіздермен болған Марал. Лайк басып қолдап қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.